Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about to have and to have got. In this lesson, I'm going to show you how and to use to have and to have got. Let's get started. Сәлем баршаңызға, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен have got және де have формуласына салып сөйлем құраудың жолдары туралы өтеміз. Каналымызға жазылып, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Have немесе have got бізде ие болу, бар деген мағынада қолданылады. Яғни адамда бір заттың немесе кез келген бір нәрсенің бар екендігін айтқанда, have got немесе have формуласына салып сөйлем құрай аламыз. Мысал үшін, I have got a new car. Менде жаңа көлік бар. Немесе I have a new car. Менде көлік бар, жаңа көлік бар. Екеуі де бір мағынаны білдіреді. I have got деп айтсаңыз да болады, немесе I have деп айтсаңыз да болады. Яғни ол сізде бір заттың бар екендігін білдіреді. Мысал үшін, she has got two sisters. Оның екі әпкесі бар. Немесе she has two sisters. Оның екі әпкесі бар. Екеуі де бір мағынада қолданылады. Ал енді біз have-ды I, we, you, they зат есімдерінен кейін қолданамыз, және көпше түрдегі зат есімдерден кейін, ал has-ды біз he, she, it, яғни жекеше түрдегі зат есімдерден кейін қолданамыз. Мысал үшін, this car has got 4 doors. Мына көлікте 4 есік бар. Немесе, you have got blue eyes. Оның көздері көк деген мағынада қолданамыз, яғни ода көк көз бар деген сияқты мағынаға келеді. Немесе бұлай қолдансақ та болады. I have got a headache. Яғни headache дегеніміз бас ауыру. Менің басым ауырып тұр. Немесе she has got a toothache. Оның тісі ауырып тұр деген мағынада да осы have got немесе has-ды қолдана аламыз. Ал енді болымсыз сөйлем құраған кезде біз have сөзінен кейін not сөзін қоя саламыз. Мысал үшін, I have not got a motorbike. Менде мотоцикл жоқ. Немесе I haven't got a motorbike деп айтсаңыз да болады. Яғни have not-ты қысқартып haven't деп те айта аламыз. It's a nice house, but it hasn't got a garden. Мынау деген әдемі үй, бірақ оның бақшасы жоқ. Яғни иттен кейін біз has көмекші етістігін қойып тұрмыз. Болымсыз сөйлем құраған кезде біз do, does көмекші етістігін қойып та сөйлем құрай аламыз. Яғни present simple-ның негізгі көмекші етістіктерін қою арқылы біз сұраулы сөйлем немесе болымсыз сөйлем құрастыра аламыз. Мысал үшін, they don't have any children. Оларда бала жоқ. Немесе they haven't got any children. Do, does бен де сөйлем құрасаңыз болады, немесе do, does-сыз де сөйлем құрай аласыз. Мысал үшін, it's a nice house, but it hasn't have a garden. Мынау өте әдемі үй, бірақ оның бақшасы жоқ. It doesn't have деп айтсаңыз да болады, немесе it hasn't got деп айтсаңыз да болады. Яғни біз does көмекші етістігін қолданған кезде have-ды have түрінде қолданамыз. Has-ге ауыстырмаймыз, яғни үшінші жақта бізде has болады ғой, ал сұраулы сөйлем немесе болымсыз сөйлем жасаған кезде have-тың өзі болады. Ал енді сұраулы сөйлемді біз үш түрлі формада жасай аламыз. Мысал үшін, have you got any money? Яғни have етістігін біз бастауыштың алдына шығарып тұрмыз, яғни сөйлемнің басына қойып тұрмыз, я. Have you got any money? Сенде ақша бар ма? Немесе present simple-дің шағына қойып, present simple-дің көмекші етістіктері do, does арқылы да сөйлем құрай аламыз. Do you have any money? Сенде ақша бар ма? Немесе does she have any money? Ода ақша бар ма? Have you any money? Сенде ақша бар ма? Яғни have got пен do you have пен жай ғана have пен сөйлем құрай аламыз. Тағы да мысалға келтіретін болсақ, does Anna have a car? Аннада көлік бар ма? Немесе has Anna got a car? Аннада көлік бар ма? Екеуі де бір мағынаны білдіреді, я. Do you have a car? Сенде көлік бар ма? Have you got a car? Сенде көлік бар ма? Екі жағдайда да қолданамыз, яғни do, does бен де қолдана аласыз, do, does-сыз да қолдана аласыз.
In the past, we don't normally use got. Ал енді болмыс өткен шақ формуласына салатын болсақ, have пен has got'ты біз өткен шақта got'ты қолданбаймыз. Яғни I had got деп айта алмаймыз. Жай ғана I had. Яғни have, has'ың өткен шақ формуласы бізде had. When she was a child, she had long hair. Ол кішкентай кезінде ода ұзын шаш болған, яғни бұрын болған, қазір жоқ. I had a camera. Менде камера болған. I had got a camera деп айтпаймыз. I had a camera. Got'ты қоспаймыз, иә? Және де you had a dog and a cat. Сенде мысық және ит болған. Сенде бар еді ол зат, иә? Қазір жоқ. Ал енді өткен шақта сұраулы немесе болымсыз сөйлем құраған кезде біз past simple'дың did немесе didn't көмекші етістіктерін қолдана аламыз. Мысал үшін, I didn't have any money. Менде ешқандай ақша болған жоқ. Яғни менің ақшам жоқ еді. We didn't have a house. Бізде үй болған жоқ. Біздің үйіміз жоқ еді. You didn't have a passport. Сенің төлқұжатың жоқ болған. Біз did көмекші етістігін барлық зат есімдерге қолдана береміз. Яғни I, we, you, he, she, it'тің бәріне. Немесе she didn't have a house. Ода үй болған жоқ. Ал енді сұраулы сөйлемде біз did көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. Did you have a cat? Сенде мысық болған беді? Я, бұрында, қазір емес. Did she have a car when she lived in London? Ол Лондонда тұрған кезде оның көлігі бар меді? Яғни ода көлік бар болған беді? Did you have any money? Сенде біраз ақша бар меді? Яғни біз болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлем құраған кезде, яғни өткен шақта біз did көмекші етістігін қойып сөйлем құрай аламыз. Яғни did you have a cat? Сенде мысық бар меді деген сияқты. Ал енді біз have сөзін етістік түрінде де қолдана аламыз. Яғни іс-қимылды білдіретін кездерде болады. Мысал үшін have breakfast, яғни тамақ, таңғы ас ішу. Have a swim, жүзу деген мағынада. Have a bath, ванна қабылдау немесе душқа түсу, иә? Have a chat, сөйлесу, әңгімелесу. I have a cup of tea. Яғни I have a cup of tea көбінше бізде мен шай ішіп отырмын деген мағынада қолданылады. Біз бұл жағдайда have got деп қолдана алмаймыз. Тек қана I have. Мысал үшін, I have a chat with my friends. Мен досыммен әңгімелесіп отырмын деген мағынада қолданылады. Тағы мысалға тоқталатын болсақ, she has a bath every morning. It means that she takes a bath. She has a bath every morning деген мағына бізде ол душ қабылдайды, иә, таңертең ол душқа түседі немесе шомылады деген мағынада. Ал енді she has got a bath. Бұл it means that there is a bath in her house. Ал бізде she has got a bath деп айтсақ, has got пен жіберетін болсақ, оның үйінде ванна бар деген мағынада қолданылады. Немесе ода ванна бар, иә? Яғни ол іс-әрекетті білдіріп тұрған жоқ, ода бір заттың бар екендігін көрсетіп тұр. Достар, осымен біздің have got, has got көмекші етістіктері арқылы сөйлем құрау сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды